Бақыт, денсаулық тілеймін. Шаттық, қуаныш тілеймін. Мен де қуаныш тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа табыс әкелсін. Мол табыс тілеймін. 2020 жаңа жыл қазақ еліне тыныштық жыл болсын, берекелі болсын, еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Жаңа жыл тек жақсылық алып келсін. Жаңа жылда бәріне жақсы денсаулық тілеймін. Жаңа жыл жаңалықтарға толы болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылдан Nasıl gelse daha kalasa. Sıla'nın тура осындай екі трактор алып. Осы аудан бюджет есебінен алып.
Мен ұстап тұрайын, егесін. Егес ар жақ. Ал, бер. Al şaşı şaşılmadı. Şaşıdan alыңыздар. Şaşıdan alыңızдар. Audanda talay әкімдер болып, білеміз, 8-9 әкім ауыстырып қайтыр. Оның бәрі жамандауға болмайды. Өздері әрқайсысы әлдері келгенше, қолынан келгенше жұмыс істейді. Ал енді былтырдан бері өзің келдің, шүкір. Ауданда, ауылда барлық жағынан көркейіп, үйге үй қосылып, халық үй алып, көңілденіп жатыр. Бұл өзі адамды дейді, жұмысшыны, мініскер жұмсайды дейді қазақ айтады. Сені мініскер деп айтуға болады. Өйткені елдің ойын, тілегін, арманын біртіндеп орындап келіп жатыр. Сондықтан сені мініскер деп айтамын. Ол әркімнің қолынан келе бермейді. Талай әкім көрдік қой, мына 88 жаста. Деген талабыңа жете бер. Айтқаныз келсін. Иә. Мына ауданды көркейтіп, ауданды көркейтіп гүлдендіре бер. Иә. Біз соған тілектеспіз. Халықтың ой арманының бәрі сол. Әкімнің жұмыс істеуі, ол халықтың мұқтажын атқаруы, мына біздің тілегіміз сол. Сол өдеден шыға бер. Мына жаңа жыл құтты жыл болсын. Дені басың сау болсын. Мына жауапты жұмысыңда жетістікке жете бер. Халықтың ойынан шыға бер. Жасың ұзақ болсын, өмір жасың. Мына жұмыста табыстан табыс, табыстан табысқа жете бер. Сен де қолдай бер. Ну қалса балақ. Береке, бірлік бар жерде тірлік болады. Тірлік бар жерде жетістік болады. Жетістік бар жерде халық бақытты болады. Соған жете беріңдер.